мен 2006 жылы оқуға түссем, Айбек 2007 жылы келді, былай айтқанда первашым менің Айбек. Содан университеттің екінші курсында мен жатақханаға жатып, бір қасыма 3 бала деді, біреу Ақсаудан келеді, сорайған сап-сары бір бала келді, жеңілткен айыр мысалы Ринат болып жүрді міне. Одан кейін бір бала келеді, ендерден қарасам, бөдененің баласы дейді, бір бөдененің жұмыртқа сияқты бір қап-қара бала кіріп келді. Қолында 2 нән сөмкісі бар, сөмкісі өзінен үлкен. Сөйтсем танысам, ол Айбек Нығыметов менің бауырым. Айбек, той құтты болсын бауырым. Басқаны қайдан білейін, мен білетін қазақта 3 Айбек бар ағайын. Біріншісі атақты алашты мойын жырлаған Айскен ақын Айбек Қалиев. Екіншісі Қытайда тұратын қандасымыз өткенде жекпе-жекте финалда қазақтың бауырын ұрмаған Айбек Нұрсейітов. Үшіншісі бүгін Махамбеттің төрінде Тасжағала күйеу алып отырған Айбек Нығыметов. Енді мен біраз әңгіме айтайын деп келіп Айбек досым айтты, сен менің өткен күндердің қасиетінің бәрін білесің ғой, мынаны айт, мынаны айтпа деді. Мен Айбектің айтпа дегендерін айтайын тұрмын, айт дегендерін айтпайын тұрмын енді. Қой қуанышты болсын, Айбек, біздер студенттік жылдардағы менеджерлердің группаласында бәріміз бірге араластық. Жатақханада небір қиындығы, қызығы мол күндерді басынан өткердік. Мен Айбектің ата-анасына риза болатыным, 3 бала келдік, Ринат менікі Ақсаудың баласы, бұл байдың баласы, Айбек дәрігердің баласы, мен сорлы қойшының баласы. Сол ауылдан тамақ келсе, осы екеуінен мол тамақ келеді. Мен сол екеуінің аздап әрім жеткізсе біразын жерім бағдат айтқанда, оны мойындаймын. Сол тамақ жегеннен қасында осы күнге жетіп жатқан жайымыз бар. Сол Айбек, Ринат екеуі бір бомбта жаттық, бір жатақханада жаттық. Мен Айбекке риза болатыным, Ринат екеуміз өте салақ болды, анау вообще салақ болды менен өткен. Мен қате нәски жуам, анау вообще жумайды. Айбекке риза болатыным, ер бала болса да қыздай қылықты тамаша болды. Біріншіден таза, екіншіден Айбектің пісірген тамағын тілді үйретеді. Көке, сондай бала тәрбиеленген сізге мыңда бір рахмет. Каш пісірсе каштың ішін су көп болады, балшығына су қалады деп көзіміз. Үшіншіден, Айбек тамаша таза болсын, қыздардың тілін табатын болды, өзіне нәзік болсын, Ринат екеуміз мойында көріп әдеміліктің шындығы керек. Құдай бізді тіл бермеген, тіл берген ғой. Сол Айбек айтып қыздардың кәсіпкерлік береді, қасқалық береді, тамақ ұрлайды дейді, соңында Қытай әпті жеген күні болды. Қуаныш құтты болсын Айбек. Енді мен Айбек сені ойлап едім, өткенде тойға хабарласқанда мен сені Ганшюкинге немесе Құлсарыға немесе Дастұрға күйеу бала болатын шығарда ойлап едім. Дұрыс қой, баяғы мен білетін 3 қыз, сол ауылдың 3 қызбен жүрген. Дұрыс қой, мен шындықты айтамын, көке Айбек деңіздер. Шындықты айтамын. Сондықтан мына Қызылқоғаға күйеу бала болғанмен өте қатты қуандым. Айттың Айбек, мен албадың зәрі көрдім, оның бағы бар ғой дедім. Олай емес Айбек, біздің киелі Қызылқоғадан ешқашан жаманғадан шықпаған. Сондықтан Айбекжан сенің маңдай бағың беселі, осындай киелі, мынау бақ дарыған, тектіліктің бесігінде тектілік түнеген, бақ дарып қызыр болған киелі Қызылқоға Тасжағаның төрінен қыз алып жатыр екенсің. Ұзағынан болсын досым, бақытты болыңыздар, мен сендерге тек қана бақыт тілеймін. Көрдіңіздер ме, біздер анау-мынау адамға атты қоймаймыз. Мысалы, Айбек, Мұратты қойла береді аттар, дұрыста сіздерге кейл. Бізде қара, аттың өзі ұзақ, анау-мынаудың ішінде. Менің атым Шалқарбай мысалы. Шал болсын, қар болсын, бай болсын қойған ешкім білмейді мағынасын. Зәрі көріп, қандай керемет аты, Бағдат дейтіндей ат болады, дым түсінбейсіз, мағынасы жоқ, дым мағынасы жоқ. Сондықтан бақытты болыңыздар Айбек. Енді бауырым, мен саған бақыт деймін. Шынайы шақырдың, Ринат тойына шақырған жоқ, сен шақырдың. Билет жіберген жоқсың, келіннің атын кім екенін білмеймін, бірақ әйтеуір бар дедің. Сол тойыңа келіп аттым, шынайы қуаныштымын, бақытты бол. Сен қара болсаң да сенің жүрегің ақ Айбек. Сондықтан мен саған бақыт тілеймін. Сен өте сабақ жақсы оқыдың, талантты студент болдың, жақсы оқығанның арқасында географияны бітіріп бүгінде мұнайшы болып жүрсің. Оның өзі жақсы емес ағайын. Таза, әке болды. Бір қол соғы болады ағайын. Қол соғай. Шалқарбай, сондықтан Айбек, мен сені қай кездері мақтан тұтамын. Біз студенттік кездерде ешқашан ұмытқан емеспіз, ұмытуға тиіс емеспіз. Жатақханада жатсақ бір күні біздің деканымыз Сәния Ибрагимқызы келіп сұрады, Ринат сенің арманың не деді? Оны ақша өлтірген ғой, менің арманым бай болу деді Ринат айтты. Айбек айтты, маған айтты, сенің арманың не деді? Менің арманым Алла қалап бір айтыстың ақыны болып облыстың намысын республикада қорғасам деген арманым болды. Айбекке сенің арманың не деп еді? Менің арманым 2016 жылы Тасжағаның Зәрі дейтін қызының ана болуына көмектесу деп. Сол арманға жетіп жатсың досым, құтты болсын қуанышыңдарда. Заман болсын. Мұрат көке, Өсел апа, қуаныштар болсын, қандай керемет. Көке дұрыс па, өмірде таппаған бабочкин тағып жатсыз. Ата болдым деп өзінше болып киініп жатсыз. Заман болсын. Сіз мінекей көріп жатсыз, мен байқамадым. Егер ұстаздардың тойы болса, бұл жерде ырыс болады. Тамадылардың тойы болса ұрыс болады, ал дәрігерлердің тойы тыныш болады. Дұрыс па? Себебі сіздердің алдарыңызда бәрі барады. Қуаныш құтты болсын көке, ұзағынан болсын. Өсел апам қандай керемет мінекей, келіннен аумайды, келін оңтүстіктен аумайды. Керемет апа, қуаныш құтты болсын. Көйлегіңіз қандай әдемі, марқұм Кәне деген көйлегі сияқты. Құтты болсын апа тойыңыз.
ене болып жатсыз, оның өзі үлкен бақыт, бұл күнді көргенде бар, көрмегенде бар. Мен сіздерге айтар тілегім көке, сіз бір әулетке, інісіз бір әулетке, ағасыз бір әулетке, әкесіз мінекей ата болып жатсыз. Сізге айтар тілегім, бұл тойға ақсармасынан сойдырғасын, ағайынға ақ-дастархан жайдырғасын, немеренің қызығын көріңіздер, көңілдерін ешкімге олай қылмасын. Әкесі өлген балаға біздің қазақ береді жамбасменен қойдың басын, балаларыңыз жемей-ақ қойдың басын, өзіңді бастап жүріңіз, тойдың басын деп әкемізге бір Өзен апа, ана, сіздің атыңыз қандай керемет, менің өсел айтатын жеңгем бар, атыңның мағынасы не десем білмеймін, шалген бір қоя салған дейді. Сіз керемет адамсыз, сіздің жүрегіңіз кең, сіздер берген тамақты мен 4 жыл бойы жеп өсіп ешқашан ұмытқан емеспін. Сонда апа, сіз бүгін бір әулетке келінсіз, анасыз, әжесіз, ене болып жатсыз. Дұрыс па? Қуанышыңыз құтты болсын. Мынау ана бір қолмен әлемді, бір қолмен бесік тербетейді. Сіз шаңыраққа келінсіз, сізге айтар тілегім, әулеттің бағын өрлете беріңіз, құлаштың сермете беріңіз. Сізге айтар ақ тілегім, 9 ай сайын ақ бесік тербете беріңіз, тербете беріңіз. Тойыңыз той боласын. Ал енді той сөйлеп өткен Айбек жаңа бір тілек айтқан. Айбек досым, қуанышың құтты болсын. Айтатын әңгіме көп, бірақ уақыт қысқа, әлі талай айтармыз бұйырса. Саған айтар тілегім досым, біз едік осы жұрттың танымалы, сөйлесек жүректен жыр ағылады. Айбекпенен зәрігүл бақытты болып, маздасын махаббаттың жалын әні, Алланың нұрыменен нұрланса екен, Айбекпенен зәрігүлдің шаңырағы жадымызда қайда. Әмин. Шырағынап Махамбеттің боз беліне, сырымды жайып салдым рездеміне. Айбекжан 10 балаға әке болсын, зәрігүл 10 балаға ана болсын, ұрынбасын жамандықтың безбеніне. Үбірлі-шүбірлі болып жүріңіздер, қуаныш ұяласын көздеріңе, бала-шаға үйлеріңе қаптап кетіп жататын жер қалмасын өздеріңе де жатыр. Мен әр тойда осы үйленген жігіттерге бір ауыз батамды беремін, постоянно айтып келе жатырмын. Тіпай-тіпай қолым құтты бағдат береді ғой, 8 жыл болды, мен басқарған тойдың ажырасып кеткен бір ретке қайтып келген бір қыз жоқ. Бәрі жерден бақытты болады, бір-екеуі бар енді, онымен қатысымды өздері келісіп. Айбек, сол батамды саған берейін, Айбек қолың жай, дұрыс батам, көрме қолың жай. Қасиет адам айтып десе. Дәрігер сендер сіздерге қатысы жоқ, тыңдап отырыңыздар. Кім Абдалмот, бір құттай қолын қосшы, образға кіріп әдейі болып көрінейін деген ғой. Демеңдер, балаңдарын ұмытып отыр, бақыттың тілегейін күлкіп отыр. 26-да үйленген Айбек досым, сезімнің байлығына шылқып отыр. 30 мен 40-тың ортасында бақыттың тілегейін күлкіп отыр. 50-ге келген кезде жынды адамдай жұлып жеп қос иықты жұлқып отыр. 60-ға келген кезде көп түшкіріп, кемпіріңе пантан қылып бүркіп отыр. 70-ге келген кезде кемпіріңнің бүйірінен бақайыңмен түртіп отыр. 80-ге келген кезде кемпіріңмен ұстараның жүзіндей қылып отыр. 90-ға келген кезде кемпіріңнен қыран көрген қарғадай үркіп отыр. 100 жасқа келген кезде кемпіріңнің Айбекжан орамалың осы екен деп нәскимен аузын сүртіп отыр. Ауымен қазір менде жаңа құдалы қош келдіңіздер. Мен қуанып қалдым. Қызылқоғадан келіп дегенде елдесінің еншісі бір дейді, сіздерді танымасам да қуанып қалдым. Тасшағыдан келіп жатыр екен. Біздің үйдің бір қызы Тасшағының келіні. Біз Тасшағынды жақсы көреміз баяғыда, сондықтан еліміз жеріміз араласып жатқан жер. Сіздерге айтар тілегім көке, Тасшағынмен құдамыз дұрыс па? Керемет қой, жолды жаман демеңіз, барлығы жақсы. Мына тұрған жер Тасшағының маршруттары мына лидердің үстімен өтеді, жолға соғып тұрады. Сізге сондықтан құдалар қош келдіңіздер. Сіздерге айтарым, өмірде әр күндерің жеңіс болсын, лайым еңбектерің жеміс болсын, бейнеттерің қыз алып, қыз ұзатып, айналарың рухани өріс болсын, Тасшағыдан жолы қисық болса да, құдалық жолдарыңыз тегіс болса жатырмыз. Бақыт бол, ал Айбек, зәрігүл тек сіздердің тойларыңыз керек, шаңырақтарыңызда қуаныш құтты болсын. Айбек, енді саған бір ғана сөз айтамын, бақытты үйлеспейтін шығар, ойланасың ғой жұмыста енді. Ал қуаныш құтты болсын, тек бақытты бол Айбек. Сондықтан да мінекей биылғы жылы 2016-та үйленіп жатыр екенсің, шаңырағыңа шаттық тілеймін, керегесіне кіріс оуғана табыс берсін. Тек достығың ұзағына болсын, әрине сияқты хабарласпай өлінші болып кетті. Давай Айбек, алға бұйырса, бір ай 15 күннен кейін менің тойым, сол тойда кездесейік, дос. Қуаныш құтты болсын, ұзағына болсын. Рахмет. Той өте тамаша етіп жатыр. Бағдат, рахмет. Айбек менен сұрап тойды кімге басқартайын? Қызды кәсінеуім бар, шаш шылбырағы бір бала бар. Бағдат дедім. Қалай басқарады, жақсы басқарады дедім. Бағдат, рахмет. Жүрегіңнен суырып салып, тамаша сөздер айтып жатсың, саған мыңдап рахмет. Дұрыс қағайын, Бағдат жақсы басқарады тойды. Рахмет Бағдат. Бала шағаның қызығың бар, сендердің біріңе ойнап жүріп отбасы қалған баласың, 17 жасында үйленген бала. Ұзағынан болсын, той қуанышты болсын. Мен болдым осымен, қашуымды берейін, той басқарған. Жаңа өзімді алып өзіме қайта беріп қойыз. Бағдатқа, Айбектің достарының атына рахмет. Тойлар қуаныштарың құтты болсын, мен ойдағы адаммын, көпенді ақша жинаймын, қалтамды қыдырамыз деген, ешімді жайнап отылып қалды дегенде мынау шашым бар, қалбағын. Қуанышты болсын, рахмет болсын. Рахмет болсын. Қуанышты болсын. Бұйыртса, осыдан кейін кім сөйлейді ал? Адам сөйлей сөйлемей қалды да. Бәркім арақшысы көргеді, сенің сөйлегеннен кейін бар ғой. Енді шалтабайдан кейін анамыз сөйлеуге қиындау енді.
дегенмен жан жақтан группаластар жиналғаннан кейін бір екі ауыз тілегімізді айта кетейік.